Балаңыз сізге қарсы сөйлей ме, тыңдамай ма, бұзықтық жасай ма, қырсық мінез көрсете ме? Осы мәселелердің негізгі себебін айтатын боламыз. Сәлем, құрметті достар. Бүгін сіздерге баланың кереғар мінез көрсетуінің негізгі себептерін айтатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Балам мені тыңдамайды, қырсық мінез көрсетеді. Осындай кереғар мінез көрсететін болса, оның негізгі себебі бала мен ата-ананың арасындағы тығыз байланыстың жоқтығы. Бала қырсық емес, бала бұзық емес. Тыңдамау, қарсы сөйлеу бұл оның әрекеті ғана. Байқап қарасаңыз, балалардың барлығы бірдей. Қабілет қарымымен ерекшеленгенімен балалардың барлығы дерлік тәттіні жақсы көреді. Ойыншықтармен ойнағанды ұнатады, таласады, тартысады. Сырт көзге кейбірі ашық мінезімен, ерекше көңіл күйін білдірумен көрінуі мүмкін. Ал баланың қиқарлығы ата-анаға берілген белгі. Бұл маңызды, есіңізде сақтаңыз. Баланың қандай да болмасын іс-әрекеті, баланың өзінде, жан дүниесінде не болып жатқанын білдіртуге, көрсетуге арналған әдіс болып табылады. Мысалы, бала ата-ананың айтқанына құлақ аспауы мүмкін. Біріншіден, ата-ана мен баланың арасындағы тығыз байланыстың жоқтығы, жеткілікті дәрежеде балаға көңілдің бөлінбеуі. Бала кез келген оғаш әрекетті белгілі бір мақсатпен жасайды, яғни өзіне көңіл аударғанын қалайды. Мысалы, ата-анасы жұмыс басты делік. Анасы жұмыстан шаршап келіп, баласына: балам, сәл ойнай тұршы, демалып алайын, кір жуып алайын, немесе тамақ пісіріп алайын деп айтуы мүмкін. Осы уақытта бала кереғар әрекеттер жасауы мүмкін. Ол сізді сарыла күтті ме, оны ойлауға біздің мұршамыз жоқ. Біздер балалардың мазаламағанын қалаймыз. Бала өзіне назар аударту үшін секіреді, жүгіреді, айқайлайды, аяғыңызға оралады. Ал қонақ келгенде тым еркінсіп кете ме? Себебі ата-анасының дауыс көтермейтінін, қонақ алдында ұялмас үшін қалауын жасайтынын біледі. Жай күні өзіне бөлінбеген ықыласты көпшіліктің көзінше алғысы келеді. Сіздермен болған Әсем Нұр. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Видео сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.